Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен 12-ші сабақ «Бұл орталық музей» тақырыбын өтеміз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдем 12-ю тему «Бұл орталық музей». Это центральный музей. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Обрати внимание на окончание. Мен көрсеттім. Сен көрсеттің. Сіз көрсеттіңіз. Ол көрсетті. Суретке қара. Обрати внимание на картинки. Первая картинка – бұл орталық музей, центральный музей. Екінші сурет – кітап музейі, книжный музей. Ұлттық музыка аспаптары музейі, музей национальных инструментов. Екінші тапсырма – тірек сөздерді пайдаланып, өзің барған музей туралы мәтін құра. Здесь вы должны составить текст о музее, который вы посетили. Тірек сөздер – это ваши опорные слова. Музей, ашылады, открывается, жабылады, закрывается, күнде, каждый день, демалыс күндері, выходные, ыдыс, посуда, киім, одежда, құмыра, кувшин, ваза, кітаптар, книги, ұнады, понравилось, үлкен, большой, әдемі, красивый. Вот такой примерный текст у вас должно получиться. Мен демалыс күндері музейге бардым. Орталық музей таңертең 9-да ашылады, кешкі 6-да жабылады. Музей күнде жұмыс істейді. Маған әдемі ыдыстар, киім, үлкен құмыра, кітаптар ұнады. Үшінші тапсырма. Диалогты рөлге бөліп оқыңдар. Прочитайте диалог. Батырхан, сен бүгін қайда бардың? Батырхан, куда ты сегодня ходил? Орталық музейге бардым. Центральный музей. Музейге кіммен бардың? С кем ты ходил? Ініммен бардым. С братом. Ініңе музей ұнады ма? Твоему брату понравилось музей? Я, ұнады. Да. Оған музейдегі көне экспонаттар ұнады. Ему понравилось старинные экспонаты в музее. Келесі тапсырма сөздерден сөйлем құра. Сопоставь таблицы, сопоставь столбики и составь предложение. Есте сақта. Прочитай и запомни. Мен інімді орталық музейге апардым. Ініме музей ұнады. На этом мы закончили свой урок. Подпишись, чтобы не пропустить следующий урок. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.